барша мұсылман қауымы үшін екі мереке бар, оның бірі ораза айт болса, екіншісі сөз құрбан айт. Құрбандық жалпы жағдай жеткен дәулетті әрбір мұсылман адам баласына міндетті шалу. Сондықтан бұл құлшылықты өз деңгейінде ұйымдастырып, халыққа жеңілдету мақсатында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жылдағыдай жұмыс тобын құрып, арнайы жұмыс жүргізіліп жатыр. Былтырғы жылғылардан сәл өзгешелігі, бізде қазір карантиндік нормалар барлығы жеңілдетілді. Сондықтан көп жағдайда офлайн, яғни өздері барып шалу мүмкіндігіне ие болды. Офлайн құрбандықпен қатар онлайн құрбандықта жүргізілетін болады. Қазір көп адам жұмыс басты, немесе денсаулығына байланысты, тіпті іс-сапарға немесе бір демалыстарға шығып кеткен жағдайда осы біздің діни басқарманың арнайы құрған құрбан 2022 сайтында тіркеліп, бұл жерде арнайы тапсырыс беруге мүмкіндік алып отыр. Бұл жерде ешқандай күмән болмас үшін сол азаматтың аты аталып, құрбандық шалуына баққан бейне нұсқасы түсіріліп, сол азаматтың өзіне жіберілетін болады. Мұқтаж отбасылардан да сол құрбандық етіне тапсырыс қабылдаймыз. Құрбандық малының қой ешкі деп жатырмыз. Олардың 1 жасқа толуы міндетті. Ірі қараның 2 жасқа толуы, түйенің 5 жасқа толуы міндетті. 6 ай 5 айлық қозылатта шалып жатқан біз көріп жатамыз. Ол құрбандыққа жатпайтындығын жеткізгім келеді. Яғни қой мен ешкінің 1 жасқа толуы шарт. Барша қазақ елін қасиетті құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.